Жамбыл облысында орман алқаптарының аумағы ұлғаят. Мәселен, соңғы 3 жылда өңірде 65,5 миллион көшет егілген. Биылғы жылы 1994 орман, 1372 мың гектар жер пайдалануға берілген. Мемлекет басшысының ағаш отырғызу туралы тапсырмасы аясында Жамбыл облысында ормандарды молайту бойынша кешенді жоспар бекітілген. Енді алдағы уақытта облыстық орман қоры аумағында 140,8 миллион көшет отырғызылатын болады. Ал ерте көктемде 5,7 мың гектар аумаққа 16,6 миллион дана сексеуіл және қарағаш көшеттері егіледі, дейді Олжас Баққараев. Қазіргі таңда орман пайдаланушылардан мемлекеттік бюджетке 55 миллион теңге түсім түсті. Өткен жылмен салыстырғанда 2,5 миллион теңгеге артық болып тұр. Мемлекеттік орман қорында өрт қаупі бар маусымын аяқталу бойынша ағымдағы жылы Жамбыл облысының мемлекеттік орман қоры аумағында өрт қаупі бар маусым 20 наурыздан бастап 13 қараша аралығында белгіленген.